Республика көлемінде ұйымдастырылады. Осы мерекелік кешті ашып беру үшін және құттықтау үшін сөзді ұлттық Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, бүгінгі кешенің қатысушылары. Жақын арада январь айының 8 күні орыстың мейрамы Сталиннің ұлты байрамына Dağlar başı yıkım antım alim bir yere bir
баланы жүргізіп, оның алдына әртүрлі бұйымдар, домбыра, мәшинені тіпті ақша қойған. Соған қарап бізде домбыраны таңдаса әнші болады, анау ақшаны таңдаса бизнесмен болады дегенде ырымдар бар. Әнекей балам, қаз балам, қаз балам, адам басса мәз болам, сауықты кестеген, тұрмауға көлмеуімді шешеген. Бақытты болғайсың, үлкен азамат болғайсың. Осындай мерекелер көбейіп, осындай жақсы тойларда көрісу бәрімізге несіп етсін. Рахмет, сіздерге арналған ән шашу. Oyna
Şamam getir söyle bugün şabayım boy götürüp yazıp perdayayım. Ay gündüz oy жүрген жерім болды базар, жақсының тілшағынан балы тамар, жантаны адамзаттың әмгей дейді, ескен сөзімізді мері қанар. Ал енді мен сөйлейін тамыл жұтып, тыңдасын келген халқым болып құмар
Өтешев Айдар өзі композитор екен, ән де шығарады. Өзі әнші, сол Төлеген Айбергеновтің Ақерке Ақжайын шырқап, бірінші аға жүлдегерлікті ұтып алып еді. Осы жігітімізге ұстазы Мейрамбек Әбдіқалиев болды ақын. Бір әдемі ән алып келген екен Тақта Көпір ауданынан. Тарту етемін. Ассалаумағалейкум, мерекелеріңізбен құтты болсын. Атқа, биге шақырған алымдарыңызды. Қос қанатың менің жауһар шапарынан жағылды. Үмітімді артта құсын сызат салма жалауға, жарысқанда саған ұят, тіпті жерге қарауға. Өнерімді көрсетші бір шулап қалсын орманың шын таңырқап аузынан, суы ақсын қарғаның, қарсы алдыңнан жел тосқанда қалса егер қанатың, онда жырым дәрменсіз боп, мен дарынсыз болғаным. Мойын бұрма мен жайында жақсы жаман өзекке, тек ішімнен Айберген оралды келіншекке. Биіктерге самғағанда бір ұстамды нақыста, шамаң жетсе уақыттан бір еледе қалыспа. Жеңіс туын біздің жаққа ап қайтпасаң оралма, күнім келіп тағдырыңмен түскен кезде жарысқа. Ескертемін, тағдырыңды жеңу бірақ қиын тым, се дайындайды, көрінді ол қиянынан қиырдың, мен жеңбедім, айтқандарым. Байқағаным, көргенім, бұл тағдырды жеңеді деп жалғыз сенсің, сенгенім, ал егерде жеңілсең сен, тағдырыңның тартыста қос қанатың қайырылып, онда менің өлгенім. Бүгін міне осы наурыз тойын өткеруге септігін тигізген қазақ мәдени ұлттық орталығының бастығы Жанжайхан Дәрменов мырзаны дүниеге әкелген анамыз бізге осындай кешені ұйымдастырып берген. Осы Қарақалпақстан Республикасының түкпір-түкпіріндегі достарымыздың бастарымызды қосып осындай үлкен мерекеге өткеруіне септігін тигізген Жанжайхан мырзаның анасы, осындай баланы дүниеге әкелген ағамыздың анасы Сән апамыз 82 жаста. Бұл апамыздың әрине мен ойлаймын ақ батасын алуымыз керек. Соның үшін Сән апамыздың бәріміз қолымызды жайып, Жанжайхан мырзаның анасынан бір ақ бата алсақ. Себеппенен, мынау құрметті қонақтар, бағанадан бері осы тойдың жоғары деңгейде өтуіне атсалысып келе тұрған өзінің не дейді, Төлеген Айбергеновтың мектебінің беделін жоғары көтеріп келе тұрған, жеткізген інімізге даярлаған бір сыйымыз бар еді. Медет. Кітап. Бағасы 2 миллион сонша дана сөздер кітабы бар, соны Ташкенттен әдейі алдырып едім. Қошемет! Бұл электрон кітап, оның ішінде даналы сөздер, ертектер, бәрі салт дәстүр сақтайтын. Қобыз өзі де бар, домбыра, терме бәрі бар. Соның үшін мен ойлаймын, бүгін мен 889 кітап өткен жылы әкеліп тарқатып едім, соның ішінде 35 кітап тарқатып едім. Бірақ қарасам баса-баста Төлеген Айбергеновтің орны бар, Тоғыраттың орны бар, соның үшін Ташкент қаласынан
36 кітапты да алдырдым, бұның бағасы 2 миллион тұрады. Құтты болсын. Сол жеткізген әлде де осы Төлеген Айбергеновтің мектебін әлде де биік шыңдарға жеткізеді деген сенімменен сіздердің алдыңызда тапсырып жатырмын. Рахмет. Анамыз дем алып алам дегенше, мен осы Төлеген Айбергенов атындағы мектепте істеп жатқанымнан, сол оқыған мектепте директор міндетін атқарып жатқанымнан өте қуаныштымын. Осы жерге келіп мен Төлегеннің 2 шумақ өлеңін айтып кетпесем, несіне Төлеген Айбергеновтың мектебінде мұғалім болып, оны несіне насихаттап жүрмін. Өзімнің жақсы көретін 2 шумақ өлеңім бар серт деген. Төлегенге менсінбеушілік танытқанда, оның аяқ астынан шығаратын өлең шығаратын қасиеті болған екен. Сонда 2 шумақ өлең жазған біреуге аяқ астынан серт деген соны айтып берейін. Азамат болсаң сөзіңді салма бұл таңға, шабаламмен де бір жігіт шапқан тұлпарға, тарталаммен де бір мерекенің көкпарын, бір аламмен де қонағасыны бір таңға, керіліп еркін келетін болсаң көрмеден, оқалап бір тай мінгізеді алат серменен, тап күн шаңырағын ерап кетсе де, әйтеуір отырам, бір жігіт тұрған жерге міндеп. Барлығымыз қолымызды жайып, төрағамыздың анасы Сән апамыздың 82 жаста екен. Осы анамыздың жасын берсін, анамыздың ақ батасын алсақ. Мәдинада Мұхаммед Түркістанда қазағымен нағыз ойлап бермеген жем бойында асау бара қолынбай дәуіт аталар қабілетті баталарын таянды перзент қайырлы дәулет болсын халық ішінде қапа қылмасын. Мына әйел қыздар байрамыңыз әрі біздің қазақтың төс тигізіп жаңағыдай біреуінің біреу кеуіне десе сондай осындай bon ішінде төс тигізіп татуласады екен. Сол күні аман болың, байрамдарың құтты болсын. Бәріңіз осы тойдан басыңыз кетпесін, бала шағаңыз аман болсын, еліміз аман болсын, бейбіт заман болсын. Аталардың, әжелердің ақ батасы қабыл болып, барлық уақытта денсаулық, ауызбіршілік, еліміз тыныш болсын. Енді айтамын, бәріңіз аман болыңдар, жақсылықта жүздесіңдер. Тымастан бұрын адамды азайып бара тұрды. Бұл өткізіп отырғанда мақсатымыз халықтың ауызбіршілігін сақтау, қазақ халқының әр жақта отырап жүргенін бір жерге жинау. Болашақта әр районда бар, көріп отырсыз, солардың басы қосып, ертең бұның ар жағында жатқан бір мәселе бар. Бір уақыттары 400 мыңнан астам қазақ болса, Қарақалпақстанда қазір 295 мың қазақ қалған. Ал бұл бүгінгі күні келіп отырған 400-ден астам 1% ғана құрайды. Соның үшін сіздерден өтініш, бұны тапсырма деп білің, егер төраға десеңіз. Сол бірге қатынасып, құда жекжат болып, ертең мынау көріскенде құшақтасып көрісу үшін, мынау жағы Тақтакөпір, Мойнақ, бұл жағы Беруни, Төрткүл, бірін-бірі танысын, ұзақтасып кетпесін деген мақсатте әмелге асырып едік. Рахмет, барекелсіздер. Мен ойлап едім 100, 200, 400-ден асып кеттік. Құда қаласа, ендігі жағында тек қана өздеріңіз емес, мереке болса, ер жеткен ұл-қыздарыңызды ертіп жүрсеңіз. Себебі бұның ар жағында тәрбие мәселесі жатыр. Енді жаңада айтып жатырмын ғой, соның себебінен бір-біріңізге таныс біліс болып, телефондарын алып, бір-біріңізді жоқтап тұрсаңыз, көріп отырсаңыз, пандемия уақытында қанша кетіп қалды адам. Бірақ мына жағында көрісу, бұл оның және бір мәртебе актуалдығын көрсетіп тұрыпты. Аман болыңдар ағайын. Мен кейінде қайтып кетіп, мына асығыс адамдардың қазір міне бүгін жүдә жақсы рухи, мәдени демалыс деген мақсатта әрекет қылып жатырмыз. Соның үшін қатынасуды, қатынаспау үшін сылтау емес, қатынасу үшін себеп іздеу керек. Барлықтарыңызға амандық, ауызбіршілік тілеймін. Құдай еліміз парақатшылық болсын. Мына алып барып жатқан президентіміздің саясатын қолдап қуаттаған низам тикарында жұмыстарды алып барсақ,
әрбір халық, әрбір ұлыс өзінің ана тілінде білім алсын, тәлім алсын деп жатыр. Соның үшін соны қай жерден бастау керек? Шаңырақтан бастау керек. Викториналық ойын ұйымдастырып жатырмыз, сұрақ жауап ретінде. Қадірменді ағайындар, мынау қазақ мәдени ұлттық орталығының ағзалары ілтимас сіздерден кетіп қалмасаңдар, ойласып бар еді, әзір кетіп қалмаңыздар. Ағзалар, ұлттық орталықтың ағзалары. Ұлыс күні. Жыл басының алғашқы желі, қазақ тілшілер білу керек қой. Алғашқы желі. Жарайды, онда патриоттық сұрақтар берейік, қанеке білемеген. Қараған сұраққа жауап бердім. Кейінгі, Нөкіс қаласында неше мың адам жасайды? Нөкіс қаласында неше мың адам жасайды? 324 мың. Нөкіс қаласында қанша мың адам жасайды? Марина апа шамаласты 327.329.145. Нөкіс қаласы 4-ші санды мектепке де бір ұпай береміз. Жыл басының алғашқы сүті. Оз дұрыс. Нөкіс қаласы 4-ші санды мектеп 2 ұпай. Жыл басының алғашқы асы. Мойнақ ауданы 2 ұпай. Жыл басының алғашқы белгісі. Көрісу өзі. Жыл басының алғашқы сый тамағы. Жыл басының ұйқы ашар. Теңізде қандай тас болмайды? Аудан дұрыс. Құрғақ тас, Мойнақ ауданы 3 ұпай. Жел соққанда тауық бола ма? Жел соққанда тауық бола ма? Жел соққанда тауық бола ма? Әрине болады. Берік пен Марина апамызға 1 ұпайдан береміз.
Наурыз айында ұшып келетін көктем құсы. Дұрыс. Наурыз айында өсетін жапырақты түрлі гүл. Дұрыс. Енді актив болғандар Мойнақ ауданы Өріс қаласы.